Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге Ташкент шайының оригинал рецептісін көрсеткім келеді. Ташкент шайының денсаулыққа пайдасы өте зор. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дайындау үшін бізге қажетті ингредиенттер: 6 тілім лимон, қалауыңызша жалбыз, 1 шай қасық жапырақты қара шай, 2 шай қасық жапырақты көк шай, қалауыңызша науат және де қайнап тұрған су қажет. Алдымен лимондарды тілімдерге кесіп шығамыз. Демдейтін чайник аламыз. Ішіне лимон тілімдерін салып шығамыз. Жалбыз жапырақтарын саламыз. Қара шай жапырақтарын саламыз. Көк шайды саламыз. Науатты салып шығамыз. Үстіне қайнап тұрған су құямыз. Қасықпен жақсылап араластырамыз. Қақпағын жауып 5-7 минутқа қалдырамыз. Біздің Ташкент шайымыз дайын болды. Бұл шайдың дәмі керемет, жұпар иісі әрбір адамды өзіне еліктірері сөзсіз. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.